Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен шишки печенье рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, сармай, сахарный пудра, сұйық май, жұмыртқа, какао порошогы және разрыхитель. Алдымен сармайға сахарный пудраны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа мен сұйық майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Какао порошогын қосып, тағы да араластырамыз. Ұнға разрыхительді қосып, қамыр илейтін боламыз. Міне осындай қамыр болып шығу керек. Енді осыны целлофанный мешокқа салып, 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырымыз 30 минуттай тұрды. Енді осы қамырдан бір бөлшектеп алып, шишкінің формасын келтіріп жасаймыз. Дайын болып қалған печеньеларымды противенға салып қойдым. Енді осындай шишкінің формасын келтіру үшін әдемілігін бізге жай ғана пышақтың өткір жағы керек. Осылайтып өтіп шығамыз. Осы видеода көрсетілгендей. 180 градусқа 15 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, печеньелар дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп-көп рахмет. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздермен болған Гүлсезім.